Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бірінші бөлім өзім туралы. Бүгінгі өтетін бірінші сабақтың тақырыбы екінші сыныпта оқимын. Сабақтың мақсаты өз сөзінде ақпаратты сұрау. Іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер және сөз тіркестерін қолдану. Бүгінгі өтетін жаңа тақырып бойынша жаңа сөздер. Нешінші? В каком? Екінші, второй. Үшінші қабат, третий этаж. Тыңда, қайтала, оқы. Сәлем, менің атым Андрей. Сенің атың кім? Сен нешінші сыныпта оқисың? Сәлем, менің атым Әлібек. Мен екінші сыныпта оқимын. Сәлем, менің атым Айгүл. Мен үшінші сыныпта оқимын. Сен ше? Сәлем, менің атым Рая. Мен бірінші сыныпта оқимын. Айтылым, бірінші тапсырма, 5-ші бет. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Әлібек нешінші сыныпта оқиды? Екінші сұрақ. Айгүл нешінші сыныпта оқиды? Үшінші сұрақ. Рая нешінші сыныпта оқиды? Айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді мұқият тыңдайды, 1 балл. Мәтінді түсініп оқиды, 1 балл. Бірінші сұраққа жауап береді, 1 балл. Екінші сұраққа жауап береді, 1 балл. Үшінші сұраққа жауап береді, 1 балл. Екінші тапсырма, 5-ші бет. Жазылым тапсырмасы. Оқы, сөйлемдерді көшіріп жаз. Менің атым Әлібек. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Мынау менің мектебім. Менің мектебім үлкен. Менің сыныбым 1-ші қабатта. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Менің атым Әлібек, 1 балл. Мен 2-ші сыныпта оқимын, 1 балл. Мынау менің мектебім, 1 балл. Менің мектебім үлкен, 1 балл. Менің сыныбым 1-ші қабатта, 1 балл. Әр дұрыс жазылған және қатесіз жазылған сөйлемдерге 1 баллдан беріледі. Осыны есте сақтайық, оқушылар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.